Енді шаш жаю деген қазір шықты, бауырлар. Бізде қазақта баяғыда әйел кісі шашын жаймайтын. Шашын жайды деген сөз ол үйде қайғылы хабар болды деген сөз. Әйел кісі шашын жайды деген сөз ол біреу ең жақыны, әйелдің әкесі өлді, сол үйдің үлкен атасы өлді, өзінің күйеуі өлді, жан баласы өлді, әйтеуір бір үлкен қайғы шықты деген сөз болатын. Біздің қазақтың салты сол еді. Әйел кісі шашын бұлай жайып алып отырмайтын. Өретін, жинайтын, әртүрлі нәрселер болады. Сол үшін. Ал енді шашқа неге шаш болып тағады, білесіз ба? Анау шаш жалбырамас үшін. Шашпау деген ауыр салмақ қой ол. Шашты ұстап тұрады, біркелкі қылып. Жинап тұрады. Сөздің түйіні, әйел кісінің бір тал шашы көрінсе, қиямет күні пайғамбарымыз айтқан, шашынан сүйрелеп жаһаннамға апарып ілініп қояды дейді, жаһаннамда, дозақта. Ол үлкен нәрсе. Оған күйеуі риза болса, күйеуі де бірге кетеді. Одан сақ болғаныңыз жақсы болады.